Менің көрермендерім, міне мынаны балалар теріп әкепті екен. Енді өздері осы кастрөлге су құйып, мына нанат немене? Вишня черешня компот жасамақшы. Енді осыған қант пен лимонный кислота қосып, өздерінің ішкендеріне компот жасап жатырмыз. Осы есіктерінің алдарыңызда осындай өсіп тұратын болса, балаларыңызға сусын ретінде жасап берулеріңізге болады. Шортсқа да түсіре сал тоже. Құрметті менің көрермендерім, бағана біз компотты қалай жасау керекті сіздерге айттық, иә? Енді міне жасадық. Суға жаңағы жемісті салдық, черешня ма, немене, мен білмеймін, атын өтірік айта алмаймын. Балалар жинап әкелді. Оған біз қант қостық. Одан кейін лимонный кислота қостық, иә, Дулат? Мен енді дәмін көрейін деп жатырмын. Сіздермен бірге мен Ардақ Әлбекова. Менің каналыма жазылыңыздар, алғашқы табыстарымды алып жатырмын. Сіздердің бір лайктарыңыз бен бір ауыз жылы сөздеріңіз маған үлкен қанат бітіреді. Сондықтан мен қазір сокты ішіп көрейін, менімен бірге болыңыздар. Керемет екен. Біріншіден табиғи таза, екіншіден қышқыл, жаңағы черешнеден, вишня ма, черешня ма, қышқыл дәм бар екен, мынауский екен. Енді дүкендегі газдалған напитоктарды қыруар ақшаға алғанша осындай сок жасап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей ауылдың қарапайым қызы.